Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қаржы Ашық YouTube арнасы. Микрокредиттік немесе микроқаржылық мекемелер жөнінде естідіңіздер ме? Жалақыға дейін қарызға ақша береміз деп, жер жарған жарнамаға тап болған шығарсыздар. Осы мекемелер жөнінде 3-ші шығарылымда сөз қозғайтын боламыз. Қаражаттан қысылғанда кімнен қарыз сұрайсыз? Туған туыстан ақша алсаңыз, араңыз алшақтап кетуі әбден мүмкін. Бай досыңыз болмаса, өзіңізде жаңдардың бәрінде несие бар. Жалақы күтіп жүргендер оңай бере салсын ба? Осындайда жағдайыңыздың жақындарыңызға жария етпей, жылдам қарыз беретін микрокредиттік ұйымдарға жүгіне аласыз. Олар екінші деңгейлі банктер сияқты бөлімшесіне барып, менеджердің жүзіне үңіле үміттеніп, сағаттап отырудың талап етпейді. Интернетке онлайн несие деп терсеңіз, жеткілікті 100 шығады. Арасынан ұнағанын таңдап, ақша сұрай беріңіз. Алдымен сол ұйымның сайтына тіркелуіңіз керек. Ол үшін жеке куәліктегі бар ақпаратты көрсетуге тиіссіз. Тағы қаражаттың несие картаңызға түсу үшін айбан шотыңыздан бастап құпия сүйеге кодында енгізесіз. Осылайша микрокредиттік ұйымның уысына түсіп, онымен қоймай, интернет алаяқтардың торына тап болуыңыз ғажап емес. Қаржылық нарықты реттеу мен басқару агенттігінің хабарлауынша, Қазақстанда былтыр 2020 жылдың соңында ресми түрде 1195 микроқаржылық мекеме тіркелді. Ал өзгертілген заңға сәйкес биылғы жылдың қаңтарынан бастап агенттіктен лицензия алмаған микроқаржылық мекемелер, ломбардтар және кредиттік серіктестердің жұмыс істеуіне тыйым салынады. Демек, олар қарызға ақшаны беруге құқығы жоқ. Жалпы 3100 микрокредиттік субъектілерінен агенттікте тек 227 микроқаржылық мекемелер, 202 кредиттік серіктестік пен 650 ломбард тіркеуден өтті. Қалған микрокредиттік субъектілер қызметтерін тоқтатқан немесе қажетті капиталы жоқ және жабылуы қажет. Халықтың құқығын бұзғаны үшін қаржы пирамидаларына 127 миллион теңгеден аса айыппұл салынды. Екінші деңгейдегі банктер микроқаржылық ұйымдар мен сақтандыру компанияларына 127 миллион теңгеден аса айыппұл салынды. Қаржы нарығын реттеу агенттігі халықтың құқығы мен заңды мүддесін бұзғаны үшін 250-ден аса әкімшілік жаза қолданған. Агенттік заңсыздықты былтыр өткізген бақылау кезінде анықтады. Банктер азаматтың келісімсіз кредиттік бюроларға ақпарат таратқан, рұқсатсыз кредиттік есеп алған. Осы әрекеті үшін оларға 38,8 миллион теңгеге әкімшілік жаза қолданылды. Ал сақтандыру компаниялары соғылған көлікті тексерместен келтірілген залалды есептеп шығарған. Мұндай заңсыз әрекетке барғаны үшін компаниялар 2 миллион теңгеге жуық айыппұл төлейді. Халыққа қарыз беру деген негізгі функциясынан бөлек, Қазақстандағы микрокредиттік ұйымдардың қосымша әрекетпен айналысуға құқығы бар. Олар клиент тарту, лизингтік әрекетін жүзеге асыру, микроқаржылай сұрақтар бойынша консультация беру, артық қаржыны мемлекеттік құнды қағаздарға немесе екінші деңгейлі банктердегі банктердің депозитіне салу, кепілдік мүлікті сату, жеке меншігіндегі ғимаратты жалға беру және тағы басқа. Қазақстандағы микрокредиттік ұйымдар борышты нақты тәртіп бойынша беруі тиіс. Мысалы, әрбір микрокредитті борышкерлер журналына тіркеп, кредиттік құжаттама жүргізу. Сондай-ақ микрокредиттік ұйымдар борышкерлердің жеке мәліметі және келісімшарт талаптары тәрізді микрокредиттік беру құпиясын сақтауы қажет. Қарыз алу кезінде қандай жайтарды ескеру қажет? Ең бірінші бөлу керек нәрсе, сіз қарыз алатын ұйым тіркелген бе, немесе тиісінше халыққа микрокредит беруге құқығы бар ма болып табылады. Агенттік сайтында есептік тіркеуден өткен барлық ұйымдардың тізімімен танысу керек. Мұнда рұқсаттар мен хабарламалар тізімі, рұқсаттар микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың тізімі бөліміндегі тексеруге болады. Қарыз шартын жасасу кезінде назар аудару керек екінші нәрсе, оның талаптары. Олармен қол қойылғанға дейін танысу керек. Егер қандай да бір талаптар сізге түсініксіз немесе күмән тудыратын болса, мұндай қарыздан немесе шарттан қол қоюдан бас тарту керек. Немесе түсініктеме алу үшін мамандарға жүгінген дұрыс. Шарттың микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын кез келген ұйым, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар, кредиттік серіктестер, сондай-ақ онлайн кредиттеу компаниялары көрсетуге және сақтауға тиісті міндет талаптары бар. Оның ішінде титулдық парақ, шарттың жалпы талаптары, қарыз алушының құқықтары, ұйымның құқықтары, ұйымның міндеттері, ұйымға арналған шектеулер, тараптардың міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілігі,
шартын талаптарына өзгерістер енгізу тәртібі. Микроқаржы ұйымдарындағы қарыздар үшін жылдық тиімді сыйақының шекті мөлшерлемесі 56%-дан аспауға тиіс. Бұл ұзақ кезеңге алынған қарыздарға қатысты. Егер сіз ақшаны қысқа 45 күнге дейін мерзімге алсаңыз, онда мөлшерлеме бір айда 30%-ға жетуі мүмкін. Сонымен қатар, осындай қарыздың мөлшері 50 айлық есептік көрсеткіш, немесе 145.850 теңге мөлшердегі көрсеткішпен шектелген. Қысқа мерзімді қарызды рәсімдеген кезде, қысқа мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышының бүкіл сомасын және пайыздарды бірден қайтаруға тура келетінде ескеру қажет. Сонымен қатар, мұны ешқашан мерзімінен өткізіп алмай жасаған дұрыс. Керісінше жағдайда сіздің кредиттік тарихыңыз бұзылады. Ал кредитор мерзімі өткен берешек үшін қосымша ақы төлеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте міндеттемелерді бұзғаны үшін айыппұлдың өсімпұлдың мөлшері қатаң түрде регламенттелген және әрбір мерзімі кешіктірілген күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасының 0,5%-нан аспауы керек. Микрокредит беру туралы шарт бойынша қарыз алушының барлық төлемдері, оның ішіне сыйақы мен айыпақының сомасын қоса алғанда негізгі кредиттің 100%-нан, яғни тікелей қарыз алушы алған сомадан аспауы тиіс. Басқаша айтқанда, егер сіз бір айға 100 000 теңге қарызға алған болсаңыз, тіпті төлем мерзімін өткізіп алған жағдайда да өсімпұлдарды қоса алғанда, бұл микрокредит бойынша ең жоғарғы төлем мөлшері 200 000 теңгеден аспауға тиіс. Кредит алу туралы шешім жауапты шешім болып табылады. Сондықтан кредитті қайтару кезінде қарыз алушының кредитормен келіспеушіліктеріне және қарыз алушының кредиттік тарихты бұзуына жол бермеу үшін мыналарды білу қажет. Ақшаны басқа жақтан алу тиімді және әрі арзан болуы мүмкін. Өзіңіздің кірістеріңіз бен шығыстарыңыздан ескере отырып, қаржылық мүмкіндіктеріңізді есептеуіңіз. Кредитке кететін шығыстардың күтілетін өсуін ескере отырып, өз мүмкіндіктерін талдау. Егер кредит қысқа мерзімді болса, онда бірден және бүкіл кредит пен пайыздарды беруге тура келеді. Кредит алу шартта белгіленген мерзімде борыштың негізгі сомасын, кредитордан алынған соманы қайтару, сондай-ақ кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы, комиссия және басқа төлемдерді төлеу міндеттемесін көздейтіндігін түсіну. Қарыз шарты мен оның талаптарын мұқият оқып шығу қажет. Қаржылық нарықты реттеу мен басқару агенттігі бас прокуратура мен қаржы және ішкі істер министрліктермен 1348 микроқаржылық мекемелерді қаржы пирамидасы, алаяқтық немесе заңсыз банктік қызмет көрсетілуін тексеріп, 142 мекемеге 162 миллион теңге көлемінде айыппұл салып, 122-сі ескерту алды. Бұл сандық мәліметтер нәтижелі жұмысты бәлкім көрсеткенмен, жағдай аса мәз емес. Себебі оларға қоса онлайн кредит немесе онлайн қарызға ақша береміз дейтін пәле пайда болды. Әлеуметтік желілерді немесе ғаламторда ашсаңыз болғаны, онлайн кредит рәсімдеу бойынша көптеген жарнама шыға келеді. Бірақ бұл тақырып жөнінде келесі шығарылымда айтатын боламыз. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір білдіріңіздер.